Әл-Бақара сүресі 250-257 аяттар. Жалутпен және оның жауынгерлерімен бетпе-бет келген кезде олар: жаратқан иеміз, бізге шыдамдылық бере көр, табандылық беріп, кәпір қауымға қарсы майданда жеңіске жетуге жәрдемші бол, деп жалбарынды. Алланың желеп жебеуімен олар жауларын жеңді. Дәуіт Жалутты өлтірді. Алла оған Дәуітке патшалықты да, даналықты да сыйлады. Қажетті ілімдерді де үйретті. Егер де Алла бір адамдардың зиянды әрекеттерін екіншілер арқылы тоқтатпаса, жер беті бүліншілікке толып кетер еді. Алла әлемдерге қамқоршы. Алланың жарлықтары міне осындай. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Біз оны саған шынайы күйінде оқып береміз. Ақиқатында сен біздің елшілеріміздің бірісің. Біз кейбір пайғамбарлардың дәрежесін өзгелерінен жоғары қылдық. Олардың ішінде Алла өзі сөйлескен кейбірінің дәрежесін аса биік етті. Біз Мариям ұлы Исаға айқын мұғжизалар келтіретін қасиет дарытып, қасиетті рухпен қолдап, қуаттадық. Егер де Алла қаласа, айқын дәлелдерді көрген кейінгі ұрпақ бір-бірімен қырқысып соғыспас еді. Олардың пікірлері мен көзқарастары да әртүрлі болды. Кейбіреулер иман келтіріп, тура жолды таңдады. Кейбіреулер кәпір күйінде кетті. Егер де Алла қаласа, олар бірін-бірі қырмас еді. Алайда Алла өз қалағанын жасайды. Уа, иман келтірген жандар! Саудаласу да, достық та көмектеспейтін, Алланың қалауынсыз шапағат та жасалмайтын қиямет күні тумай тұрғанда өздеріңе біздің жіберген дүние байлықтардан мұқтаж жандарға қайыр садақа беріңдер. Осындай тура жолдан тайғандар зәлімдер. Бір Алладан өзге тәңір жоқ. Ол мәңгі, тірі және барлығын басқарып тұрады. Ол қалғымайды да ұйықтамайды. Ғарыштар мен жердегінің барлық оның игілігінде. Оның құзырына барғанда өзінің рұқсатынсыз кім шапағат ете алады? Алла олардың болашағын да өткенін де анық біледі. Хақ тағаланың өзі қалаған ілімдерін ғана пенделер біле алады. Оның күрсісі ғарыштар мен жерді қамтиды. Олардың барлығын қорғау Аллаға еш қиындық келтірмейді. Ол шексіз үстем, аса ұлы Алла. Адам баласын дінге мәжбүрлеп кіргізуге рұқсат жоқ. Тура жол мен адасудың жегі ажыратылған кімде-кім жалған іліммен бас тартып, Аллаға иман келтірсе, еш уақытта сынбайтын берік тұтқаны мықтап ұстағаны. Алла барлық нәрсені естуші, білуші. Алла иман келтіргендердің қамқоршысы. Жаратқанның мұсылман қауымды рухани қараңғылықтан иманның жарық нұрына шығаратыны да сондықтан. Ал кәпірлердің досы шайтан. Сол азғырушы оларды иман жарығынан надандықтың қараңғы түнегіне қарай жүгіруге азғырады. Сондай теріс жолға түскендер тозақ отының тұрғындары және де олар онда мәңгі қалады.